түсінікті ме жоқ па? Одан керексіз болған мәселелер бар. Қанша елде шірк таралып жатыр, қанша бидаттар таралып жатыр, қанша фиск фужур амалдар таралып жатыр. Соларды бір болып емдеу керек. Мешіттің адамдары егер бір-бірін көре алмай жатса, бір-бірін атуға оғы жоқ, ұруға қолы жоқ десең, сырттағы адамдар не болады? Сол үшін әрдайым айтамыз, мешітте тыныштық мешіттен басталу керек. Бірақ ол жерде болып тұрған бидатты істеме болды. Түсінікті ме жоқ па? Мешіттің жамағаты бір болуға әрекет қылу керек. Сол жердегі қария кісілер бар, оларды құрметтеу керек. Имам бар, оны құрметтеу керек. Жағдай барынша. Мешіттің қызметтері бар, оны орындау керек. Бағанаға айтқандай, саған Аллах мешіт берді. Қанша адамдарда жоқ. Саған Аллах осы жерде бір жамағат берді, саған имам берді сол жерде. Солай ма? Сол неғматты шүкіршілігін орында, төбеде айтқандай. Шүкіршілік орында, алхамдулилля. Имам жаман дейді. Сол имамды келтірген кім ол? Аллах па? Егер сен сабыр қылсаң өзі алып тастайды. Біз енді салыстырмаймыз. Фирауынды алып тастаған кім ол? Муса ма? Муса ештеңе істеген. Кім алып тастады оны? Алла. Муса таласты ма онымен мүлк? Бауыңды бер деді ме? Қасырыңды бер деді ме маған? Жоқ айтқан. Қазіргі патшалармен таласып отқандар ақмақтар солар бәрі. Муса ешқашан Фирауынмен қасыр таласқан жоқ, бау таласқан жоқ, $6 таласқан жоқ. Ол кісі Фирауынға мына адамдарды Аллахқа құлшылық қылуға жол берді. Өзіме құлшылық қылуға шақырма деді. Сол мәселемен. Бүткіл пайғамбарлар сонымен келді. Соны орындауымыз керек. Оны салыстырмаймыз, оны бар. Ашин бір мысал ретінде бұны. Біз жаман болғандығымыз үшін шығар. Осындай бір кейбір жағдайларда өзіміз сияқты жаман адамдар келіп қалады басымызға. Себебі кейбір уақыттарда өздерің қалай болсаңдар, солай билік болады деген сөздер келеді. Солай ма жоқ па? Сен бұл уақытта сабыр қыласың. Бәле. Идептулия сабыр дедік қой. Басыңа бәле қылса не қылуың керек? Сабыр қыласың. Шағымдана бергеннен кейін оның не бірнеке өзгере ме? Ол мынау имам мынандай, мынау имам ғайбат ол, болмайды ол. Керек жоқ. Бүткіл үммет біледі оның солай екенін. Оны жамандай бергеннен не? Бағанаға айтқан сияқты, өшекші қатындар сияқты. Не қыласың оны жамандай берген? Одан көре қолынан келсе жақсылықты істе, үйлет соған. Болмаса, сенің сөзіңді қабылдамай жатқан 4 қариямен бір имам болмаса, ауылыңда 100 мыңдаған адам бар. Соларға түсіндір. Не сен ең бірінші сол имам сенің сөзіңді қабылдауың керек. Сосын бастайсың ба сонда? Осы имам дұрыс болмаса, деп, жоқ ондай нәрсе жоқ. Осы имам сенің қабылдамай жатқансың. Бәрі бір түрлі емес. 5 саусақ бір түрлі емес балалар. Тура сол сияқты бәріне бір өкім беру дұрыс емес. Алхамдулилля, жақсылықта, дұрыстықта амал қылып жатқан имамдарда жеткілікті бар. Алхамдулилля. Бәріне бір өкім беру бұл зорлық. Ол мүмкін емес нәрсе. Ардайым. Ол кәпірлерге олай өкім бере алмаймыз. Қалай ол мұсылмандарға, оның үстінде мұсылмандардың имамдарына. Түсінікті ме жоқ па? Ол барлығы осылай дәрежеде қалу керек. Ол қабылдамай жатыр ма? Елде көршіңе бар, көршіңнің көршісіне бар, туысқаныңа бар, туысқанның ағайынына бар, құдаларың бар, 100 мың. Солай ма жоқ па? Орта жүз бар, кіші жүз бар, ұлы жүз бар. Шілей туысқандарың болса 100-дан бастап кетер жағына. Солай ма жоқ па? Өзіңнің 100-ың бар, көрші жүздер бар. Солардан жай кете бер. Біреу қабылдайды, біреу қабылдамайды. Осылай. Сен пайғамбардың жолында жүріп жатсың ба? Пайғамбардың кейбіреулер туысқандары қабылдады, кейбіреулер қабылдамады. Мына ауыл қабылдаса, арғы ауыл қабылдаған жоқ. Таифқа барса қабылдамады ма? Иә. Мединедегілер қабылдады. Наби саллаллаху тұрып алмады ғой. Осы Таиф болмаса, басқа жерге кетпеймін деп, Жоқ. Таифтан болса болды. Мына жақта Медине дайын тұр екен. Осы жерде сенің ықыласың болды. Сен өзіңе шақырып жатқан жоқсың, Аллахтың дініне шақырып жатсың. Аңсаң тек осы имам, осыны айландырып кәулей бересің. Бүйтті. Тұрды бүйтіп отырды. Ананы қара қазір Құран оқып жатыр. Ананы қара бүйтіп жатыр. Ананы қара бүйтіп жатыр. Білесіз ме?
Не пайда бар, айтшы, артында не пайда бар? Сен өзіңді мақтап атқаннан басқа ештеңе жоқ шығар. Мен олай емеспін, алхамдулилля деп. Не пайда бар, айтшы. Жақсы адамдар бәрі білді, сен алхамдулилля екенсің. Сосын не болды? Берекелі болдың ба? Жоқ. Береке амалмен болады. Солай ма жоқ па? Ондай керек жоқ. Не істейміз ондай? Ол одан бетер саған дұшпаншылығын көрсете береді. Сен одан бетер дұшпан бола бересің оған. Елдерге сені жаман қылып көрсете береді. Сен азан кеш мен олай емеспін деп жүре бересің солай. Не қыласың оны? Не қыласың дауласың? Тартысатын адам ең бірінші өзінде білім болу керек. Тартысудан мақсат оған түсіндіру болу керек, жеңу емес. Имамдармен тартысатын көп ақмақтар надан жігіттер соларды көріп. Өзі нені тартысып жатқанын білмейді. Тартысып жатқан адамның құрметі болу керек. Сен көшедегі бір алкашпен емес, мешіттің имамымен тартысып жатқансың. Оны жағдай барынша шетте болу керек, бір жерде құрметпен болу керек, әңгімесі дұрыс болу керек. Әкеңмен сөйлескен сияқты құрметпен сөйлесу керек. Себебі сен бір семьяның әкесі болса, сенің әкең, мына бүткіл ауылдың әкесі. Солай ма жоқ па? Құрметпен болу керек оған. Себебі өзі құрметпен сөйлегенде қабылдамайды өзі негізінде ол. Қалай сен құрметсіздікпен сөйлессең, ол одан бетер сені елдердің арасында алдында иә дегенмен минбарда басқашаның болып қалып қалған. Саған иә ассалаумағалейкум қалай жағдайлар дейді, минбарда бүтіндей басқа адам. Танымай қаласың маған. Танымай маған. Кешегі адам емес қой мынау деп қаласың. Солай болғаннан кейін сен не қыласың? Тек қана сен сабыр қылу керек. Дұрыс амал істе, сабыр қыл. Амал істе, сабыр қыл. Болды. Сенің қолында емес о нәрсені алып, мынаны алып, ананы қою. Саған осы ауылда жасау нәсіп еткен екен, жаса. Соларменен жақсылығында да серіксің сен, жамандығында да не? Серіксің. Қуанышында да серіксің, қайғысында серіксің. Сол қоғамның бірісің. Сен жағдай барынша сол қоғамда жақсылықтың есігін ашушы бол, жамандықтың есігін жабушы бол. Бол. Сенің мойныңдағы нәрсе сол нәрсе. Қалған нәрсе, яғни қой, врач өзінің врачтығын қылсын. Мұғалім өзінің мұғалімдігін қылсын. Солай ма жоқ па? Там салатын там салып жүрсін. Дағуат қылатын дағуат қылсын. Әркім өзінің жұмысын білсе жақсы. Шектен шығу бұл ардайым жамандыққа алып барады, Аллах.